Сәлем достар, бүгін біз қазақ әдебиетіндегі ең әйгілі жырлардың бірі Қобыланды батыр жырына тоқталамыз. Бұл шығарма мектеп бағдарламасында БЖБ, ТЖБ және УБТ сияқты маңызды бағалау жұмыстарына жиі түседі. Сондықтан осы видеода мен сендерге шығарманың мазмұнын, кейіпкерлерін, тақырыбы мен идеясын, өз пікірімді тіпті шығармаға жазуға дайын үлгіні толық айтып берем. Ендеше дайын болсаң экраннан көз алмай тыңда. Шығарманың қысқаша мазмұны: Қобыланды батыр жыры батырлар жырының ішіндегі ең көне әрі кең таралғаны. Бұл шығармада қазақ халқының елін қорғаған, намысын таптатпаған батырдың ерлігі суреттеледі. Қобыланды қарапайым жанұядан шыққан бала. Оның бойында ержүрек, қасиет, намысшылдық, алғырлық бар. Ол жас кезінен-ақ ел ішінде әділетсіздіктерге қарсы шығып, халыққа қорған бола бастайды. Шығармада Қобыландының қыз-құртқамен кездесуі, онымен үйленуі және одан кейінгі ерлік жолдары баяндалады. Қыз-құртқа батырдың адал жары ғана емес, дана ақылшы, кереген жар ретінде бейнеленеді. Ол Қобыландыға қауіп төнетінін алдын ала сезіп, оны сақтандырып отырады. Қобыландының басты қарсыласы Алшахар хан. Ол сырт елдің билеушісі және Қобыландының еліне қауіп төндіреді. Қобыланды жауға қарсы шығып, ерлікпен шайқасады. Алшағырды жеңіп, халқын қорғап қалады. Жырда тек соғыс емес, батырдың жеке басының ішкі жан дүниесі де шебер суреттелген. Оның еліне, халқына деген сүйіспеншілігі, жарға деген махаббаты, адалдығы, барлығы да шығарманың мазмұнын тереңдете түсінеді. Екінші бөлім негізгі тақырыбы мен идеясы. Тақырыбы елін, жерін қорғаған батырдың ерлігі мен адамгершілігі. Идеясы отанға деген сүйіспеншілік, ерлік, адалдық, отансүйгіштік сияқты қасиеттерді насихаттау. Бұл жыр арқылы ата-бабаларымыз жастарды ерлікке, намысқа, елін қорғауға тәрбиелеген. Қобыланды жай ғана батыр емес, нағыз ұлттың ұлы. Оның іс-әрекеті бүгінгі ұрпаққа үлгі бола алады. Үшінші бөлім кейіпкерлерге сипаттама. Қобыланды негізгі кейіпкер. Ол ержүрек, батыр, намысшыл, елін сүйген, нағыз халық қаһарманы. Оның бір ерекшелігі өз пайдасын емес, халқының амандығын ойлауы. Қыз-құртқа дана, көреген, ақылды жар. Ол Қобыландының ең сенімді кеңесшісі. Оның сөздері мен шешімдері әрдайым терең мағынаға толы. Алшахар хан Қобыландының қарсыласы, сырт елден келген жау. Ол қатыгез, өзімшіл, билік құмар адам ретінде бейнеленген. Қараман Қобыландының серігі. Ол да ержүрек, батыр жігіт. Төртінші бөлім өз пікірім. Менің пікірім, жырда оқыған сайын мен Қобыландының ерлігіне таң қаламын. Оның батырлығы мен әділдігі қазіргі заманда үлкен үлгі. Меніңше бүгінгі жастар дәл Қобыланды сияқты елін сүйетін, адал, ер мінезді болуы керек. Қыз-құртқа сияқты ақылды қыздар тек әдемілігімен емес, ойының тереңдігімен де ерекшеленуі тиіс. Бұл шығарма маған елге, тарихқа деген сүйіспеншілік сыйлады. Бесінші бөлім шығарма жазуға дайын үлгі. Қобыланды батыр жыры қазақ халқының ерлікке, отансүйгіштікке тәрбиелейтін рухани бай мұрасы. Бұл жырда Қобыландының елі үшін жасаған ерлігі, қыз-құртқаның ақылдылығы, Алшахар ханның қатыгездігі шебер суреттелген. Қобыланды тек батыр ғана емес, елінің тірегі, намысты ұл. Ал құртқа парасатты әйел бейнесінің жарқын үлгісі. Жыр маған батырлық пен адалдықтың маңызын терең ұғындырды. Сондықтан мен бұл шығарманы барлық оқушы оқуы керек деп есептеймін. Қорытынды. Міне достар, осылайша Қобыланды батыр жырының мазмұнын, тақырыбын, кейіпкерлерін, идеясын және дайын шығарма үлгісін толық талдадық. Егер осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достарыңа бөлісуді ұмытпа. Келесі видеода басқа шығармаларды талдайтын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.